Нан жоқ па не? Давай жігіттер, бұлай келсек. Дәурен, сен қазір ыдыс жуасың. Мен дастархан жинайын. Шака сен нанға алып қой. Брат, нанға барып қайтқанда сатушы орыс болып қалса не істеймін? Мен орысша білмеймін ғой. Не болып орыс болса? Я орыс. Барасың айтасың, дайте хлеб дейсің, 200 теңге бересің, болды ма? Береді сосын, ма. Давай. Здрасте. Дайте хлеб. Здравствуйте. Вам хлеб домашний или заводской? Похуй. Егер маған ақша төлесе, инстаграмда лайк басқаным үшін, мен 15 минуттың ішінде миллионер болып кетем. Егер маған ақша төлесе, жұмыссыз үйде бос жатқаным үшін, олай болса мен үйде емес Дубайға барып бос жатам. Егер маған ақша төлесе, сабаққа кешігіп барғаным үшін, дипломды 4 жылда емес 2 сағат ішінде алам. Жан, не болды, аманшылық па? Жан, маған бір ой келді. Давай сенің қасыңды жұлып көрейік, а? Қайдан шығарма, жұлатын болсын, өзіңдікін жұл. Жан, сен білесің ғой менікі нарисованы екен. Пожалуйста, жұлып көрейікші, пожалуйста. Қойшы, ауырады. Ауырмайды. Ауырады. Жұлмайсың ғой, онда? Сразу жақсы көрмейін байта салмайсың ба? Ладно, жұл. Жан, айттым ғой, жұлмай қойшы деп. Еді сразу ұру керек па не? Жан, кешірші, қолым тиіп кетті. Реакция ғой. Кешегі матчты көрдіңдер ма? Молодцы. Жақсы ойын болды. Үйсіп кете берсе тыңдағыш да. Стипендия. Ничего себе! Платник болған қандай қиын. Вообще нечестно ғой, ақша төлейсің, еще стипендия алмайсың. Анар грант оқиды, еще стипендия алады. Жігіттер, жусаңдаршы хотя бы стипендия. Сен үшін буду я лучший. Туй, папа, тағы да ішіп ағансың ба? Көшеден келсем мен үйімде папамас, сен неге тағмассың, ұят қой папамас. Бір емес бірнеше күн келгенімде папамас. Ішкенімнен бүйрегім отказ бере бастады. Енді адамша жұмысқа тұрып, ішкенді мен тастаймын. Жан, берші телефонды қарайыншы. Жан, сен телефонды көрейінші, беш? Сен не маған доверять етпейсің ба не? Қой, доверять етсем, просто сен менікін көрдің ғой, мен де сенікін көре салайын. Ну, жарайды. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas.